Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын апельсиновый кекстің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: апельсин, сүт, сұйық май, секер, жұмыртқа, ұн, крахмал, любой, разрыхитель, тұз. Ол үшін біз ең алдымен сүзгіден өткізілген ұнымызға шым-шым тұзымызды, үстіне кез келген крахмалымызды, сосын разрыхитель салып аламыз. Үшеуін салып алып, араластырып аламыз. Келесі кезекте апельсинімізді турап алып, біз келесі кезекте туралған апельсиніміздің үстіне сүтіміз бен сұйық майымызды құямыз. Сосын блендерден араластырамыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді секерімізді бір жұмыртқамыз салып, тағы да блендерден араластырып аламыз. Дайын болған массамызға ұнымызды жайлап қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды противенімізге салып алып, 160 градусқа 45 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің осындай кекстарымыз дайын болды. Үстін шоколад жағып, осылай әсемдеулеріңізге болады.